Сәлем достар, біз бүгін күріш подливпен жасайтын боламыз. Ең алдымен күрішті жақсылап тұрып, қыздырып, маймен бірге қуырып аласыздар. Кішкене, содан кейін су құйып, осылай қайнатып қоюларыңыз керек. Одан кейін біраз қасықтай тұз қосып жіберсеңіздер болады, достар. Одан кейін біз бұның піскенін күтетін боламыз. Арасында жақсылап араластырып тұруды, қадағалауды ұмытпаңыздар. Одан кейін мен осылай тауық етін майға жақсылап қуырып алуды шештім, және осы арқылы жақсылап қуырылуы керек тауық еті, сонда ғана дәмді бола бастайды. Бұл жақсылап ғыжылдап кәдімгідей қуырыла бастаған кезде барып біз бір пиязды салатын боламыз осы жерге. Турап бір пиязды саламыз. Сол пияз екеуі жақсылап қызарып қуырылуы керек. Ол екеуі жақсылап қуырылғаннан кейін оның үстіне біз картопты салатын боламыз. Картоп 3-4 дана болса да болады. Осылай салып, жақсылап үстіне қайнаған су құйып, содан соң бұны біз баяу отта немесе орташа отта жақсылап тұрып пісіріп алғандарыңыз дұрыс болады. Үстіне біраз қасық, ішіне тұз салып жіберулеріңіз керек, сонда сіздерде жақсы болып шығатын болады. Енді бұның піскенін күтетін боламыз, қоюланып піскенін күтетін боламыз. Сол уақытта жалпы екеуінің дайын болу уақыты бір-біріне сай келу үшін бір уақытта жақсылап дайындап бастаған дұрыс. Міне менде дайын болып бастаған жайлап. Міне менде екеуі де дайын болып бастаған кішкене көруге болады. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар, достар. Осылай жақсылап тұрып, екеуін де пісіріп аламыз. Менде осындай болып шықты. Қасына осылай салатты турап қоюға болады, как вариант. Тіркеліп кетіңіздер каналға.